Сәлем достар! Бүгінгі 9 мамыр жеңіс күнін бірге өткізейік. Біз таң азанымен асымызды ішіп алып, теледидардан Ресей елінің парадын көрдік. Бұл жерде күйеуім қызына танктер туралы әңгіме айтып отыр. Қызымыз ойыншығын ұстап алып, бүкіл парадты қызыға қарап отырды. Әсіресе танктерге, музыкалық аспаптарға таңырқап қуанып қарап отырды. Қызымыздың танктерді көріп қуанғаны соншалық, түстен кейін қалашықтағы танктер тұрған бір-екі жерді қызымызға көрсететін болып шештік. Ал бұл сол жолдағы балабақша. Әскери қалашықта негізі 2 балабақша, 1 мектеп бар. Және де осындай ойнайтын орындар да жетерлік. Және де әскери қалашықта биоқауіпсіздікті қамтамасыз ететін ғылыми зерттеу институты бар. Бұл аталмыш орын Кеңес одағының кезінде 50-ші жылдары соғылған. Бұл сол институт қызметкерлерінен әскери қалашықтың тұрғындарына арналған ескерткіш. Бұл жерде мәңгілік от та бар. Негізінен 9 мамыр жеңіс күні. Ең қымбатты, қуанышты да қайғылы, мәртебелі мейрам. Халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі болып табылады. Бұл мереке жан қияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен елордамыздың гүлденуі де осынау мерекенің жемісі. Жеңіс оңай келген жоқ. Қаншама қан төгілді. Батырларымыздың ерлігі әлі де ел есінде. Бейбіт күніміз үшін алғыс білдіре отырып, басымызды иеміз. Жасаңыздар біздің ардагерлер, батырлар. Біз өз тарапымыздан келешек ұрпаққа бұл күннің қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру керекпіз. Себебі аға ұрпақ алып берген жеңіс күні бізді жетістіктерге жігерлендіреді, жанымызға қуат береді, қиындықтарды жеңіп, алға ұмтылуымызға көмектеседі. Сол секілді біздің ұрпағымызға да жол сілтеу, жол бағдар болады. Spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. Бұл осыған дейін аталып кеткен ғылыми зерттеу институты және де оның тұрғындарына арналып соғылған үйлер. Біздің қалашықта мәдениет үйі жоқ. Оның орнына офицерлер үйі бар. Бұл жерде концерттер, кешкі жиындар ұйымдастырылады. Бұл қалашығымыздың орталығы. Үлкен супермаркет, бірнеше киосктар және де дүкендер, дәріханалармен бірге үлкен ойын алаңы бар.
үйімізге өте жақсы көңіл күйде оралдық және де кешкі асымызды ішіп алдық. Отбасымызбен бір күніміз осылай өтті. Бұйыртса, алдағы уақыттарда кездескенше мені қолдап қойыңыздар.